Ақтау ұсынады, мен осындамын. Маңғыстау ұсынады, мен бостандықтамын. Еркіндіктемін, 20 тәулік отыр шықтым. Қалай айтсам болады, Ақтау қаласы, Маңғыстау облысы. Бұл мен айтайын деген, мен атым, есім Әділет Сағындықұлы, осы Маңғыстау облысының Ақтау қаласының саяси белсендісімін. Мен айтарым, мені мынақта жалпы дайындалып шығып едім негізі да, ұмытып қалады екенсің. Айтып қояйын қазір. Толықтырсын, кішкене етпейді. Болады. Түсінеміз. Сол, мені мынақта жалпы 667 әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің бабымен заңсыз қамады, соттады. Негізі мен төрті күні сағат 5:30-дан бастап кешкі плакат ұстап, Марат Жыланбаевқа бостандық, Думан Мұхаммед-Кәрімге бостандық, Ержан Елшібаев бостандық, саяси тұтқындарға бәріне бостандық, және Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Маралды ауылының халқының жалпы алтын зауытын салмасын деп соны қолдап шықтым, плакат ұстап. Мен сояқта 1,5 сағаттай болдым. Сол кезде полиция қызметкерлері бәрі келіп заңсыз деп маған сөйтіп өздерінің заңсыз әрекеттерін көрсетті. Мен айтайын дегенім, заңсыз әрекетті көрсетті. Сосын мен айтты, прокурор шақыр дедім, прокурор келді. Сосын ол кезде бірден кетті, әкімшілік экстремизм қарсы күрес, экстремизм қарсы. Көрдім, мен бәрін көрдім. Солар кетті и қалай айтсам болады, мені андай прокурорда келіп, ол да заңсыз әрекетті жасап, ол менің қалай айтсам болады, 488 баппен деп өтірік айтып, сендердікі мынау заңсыз деп сөйтіп, мені қалай айтсам болады, қолын бүктеп, қалай айтсам алып кетті. Бірақ мені негізі сол жаңағы экстремизмге қарсы күрес Саясат Жөнеубаев дейді, жалпы Фейсбукта бар. Сосын жалпы мен айтайын дегенім, сол мені сояқта заңсыз соттады, содан кейін мені алып кетті да, 12-нің опоркасына апарып, сояқта мені әкімшілік хаттама толтырып, бірақ 488 емес, 667-нің екінші бабымен сөйтіп мені 15 тәулікке қамау туралы. Сосын мен ешқандай қол қойған жоқпын. Сосын мен 22-дегі ГУВД-да 1 тәулік 12 сағат ұстады, заңсыз. Мен үйге кетсем болды, сот ертең болады деді. Жаңағы 5-інде. Бірақ сонда да қамады, сояқта ұстау, қалай тамақ ештеңе бермей. Содан кейін шықтық. Сосын ертең 10:30-11:30-да сот болды. Сот сол кезде Досетов деген жүргізді. Соның жалпы мәжілісінде, соттың жалпы процесінде сол ешқандай менің құқығымды таптап, телефонды түсіруге болмайды, ашық сот қой, түсіруге болмайды деп сондай бұйрық беріп, заңсыз сөйтіп мені сот басында сөйтті де, содан кейін мені отырғызып қойып сөйтіп жаңағы анау Әлімбаев деген бар, жаңағы бүкіл затының затты да, мәшін өтіп кетсін. Әлімбаев деген Олжас деген бар. Әкімшілік сөйтіп сотта, жаңағы 24-тің сояқта отырып мені соттады, соттағанда жалпы прокурорды 15 тәулік тұрады. Сол кезде анау жаңағы МПС, Олжас Әлімбаев деген участковыйлардың бастығы сол келді, дәлелдер көрсеткісі келді видеода. Ал видеода дәлел менің жалпы кінәм дәлелденбеген. Кінәсіз, әділетсіз соттап, мен соттап жүрді. Сол кезде прокурор Әлімбаев деген депутат, 360 агр 12. Сол сөйтіп, сол да болды. Мен процесінде Мерей Құрбақовты бауырым, ағам да болды. Сол бәрі көрді. Менің өтірік айтып тұрған жоқ, ешқандай шынайы ақпарат бәрі. Содан кейін сөйтіп прокурор мен айттым, өтсініп, мен жай ғана плакат ұстап шықтым. Марат Жыланбаевқа бостандық, газ елу болсын, қымбатшылық жойылсын, елімізде демократиялық жүйе болсын, парламент республика болсын, саяси тұтқындар бостандықта болсын деп сөйтіп шықтым. Айттым, соған мені заңсыз қамап, сөйтіп сотта берді, сөйтіп прокурор 15 тәулік сұрады. Сосын 15 тәулік сұрағаннан кейін барып, бір 2 секундтан кейін тұрды да судья сұрады, тұрды да былай қаулыны оқыды, дайын тұрған қаулыны. Осындай сағынды ол, осындай 15 тәулікке қамалсын деп сөйтіп үкім шығарып дайын тұрған. Содан не керек? Мен сол кезде айттым, сендер конкрет қызыл жүйенің, Тоқаевты судьяларсыңдар, сендер үстіндегі жаңағы
Досетов деген бар ғой, сол судьяның жаңағы судьяда, енді судья сымақ, судья емес. Орынбасар. Сол келді, соны айттым сен конкретно. Тоқаев судьясысың, үстіндегі мантияңды шеште, барып ауылға барып қой бақ дедім, мал бақ дедім. Соған ол ренжіп қалып, бұлданып маған көп беттеніп, маған арзан жүрді, пристав шақыртты, тағы 5 тәулік қош жүрді. Сосын соң кейін оны мен қамады, сосын ИВС-ке, мен қамады мен ИВС-ке. Негізі заңсыз бұл. Негізі анақта болуым керек. Уақытша ұстау, арнайы қабылдау орында спецприемникте. Ал мені мына уақытша изоляторында заңсыз ұсталды. Бұл жерде бәрі заң бұзушылықта, ереже бұзушылық бәрі болды. Сосын айтпайын. Сосын сөйтіп мен заңсыз соттады. Сосын 2-3 күннен кейін барып, ол 5-ші күн болды ғой. Бірінші күн 8-інде мені тағы да Олжас Әлімбаев келді, приступпен бәрі тағы да сотты заттарының қалай айтсам болады, қағаздарын бәрін көрсетіп, сөйтіп сот болады, 5 тәулік судья саған тағы 5 тәулік қош жүрді деп сондай. Мен айттым қолғаны жоқ, ештеңеге. Сөйтіп 10 күні тағы да сот болды, сол кезде онлайн болды. Мен айттым онлайн болмаймын, мен келісімге барамын аяққа, өз аяғымен деп. Сөйтіп алып кетті. Сосын аяқта да дайын тұрған қаулыны осылай айтты. Елеусінова деген судья сымақ, әйел адам. Ол әйел адам, қатын емес, ол әйел адам. Сол Елеусінова сөйтіп ода заңсыз үкім шығарып, мені 5 тәулікке тағы да қамап жіберді. Сол Досетовті қолдап, сол Досетовтың өзінің затын бойынша. Енді қара көзі шықмайды ғой. Бір-бірінен осылай шіріген жүйе ол. Сөйтіп 5 тәулікті 20 тәулікке қамап, сосын ИВС-ті ұстады, мен заңсыз. Күте тұрың қазір. Сөйтіп не керек Мені мен заңсыз, сосын мен сол заңсыз, мен тезірек спецприемникке қамаңдар, спецприемникке апарыңдар. Еще маяқта өздерінің ережелері бар. Таңертеңнен кешке, бір күннің ішінде, күн сайын таңертең кешке ол заңсыз, бұлай айтқанда, долбоебизм, бұлай айтқанда, конкретно ол тексеріс. Сен шығарады да, мен басында 1-2 күн шығып жүрдім, сосын қайталанып жоқ, түсінбедім да, одан шықпай қалдым. Соған жалпы Деменов деген маяқта Мереке деген уақытша ұстау изоляторының бастығы және орынбасары бар, тағы Бекмұратов деген қарны қампиған, нән ірі, Түркістан жақтық ма, білмеймін. Сол кетті, сол айтты да, шығасың, анауына деп, маған қоқан оқып көрсетіп, маған анандай, мен шықпаймын, нешін шығамын, мен күнде ол албайбизм, ол вообще ақмақтық болмайды, ол вообще конкретно болмайды, ол вообще заңсыз деп айттым. Еще шығады да, еще мынау түгел шмон жасайды, күнде қалтаңды бәрі шмон жасайды, ол заңға қайшы әрекеттер. Сосын мен еще әкімшілік іспен қамалып жатқан адаммын. Содан кейін сол үшін мен айттым, оған шықпаймын. Сосын мен матрасымды тұрғызып алып та, маған күш қолданып жаңағы Бекмұратов деген матрас жинап алып кетті. Матрас бір күн жаттым, матрас мысалы қара койкеде, темірде. Сосын сөйтіп жатты, содан кейін мені басқа 8-ші камера, 16-да болдым, 8-ге қамады, 8-де жалғыз өзім жаттым, сөйтіп сояқта ашты тастадым сосын. 10-нан кейін, 11-нен 18-не дейін бір апта ашты тастадым мен. Аштық ұстап, аштық жарияладым. Сөйтіп, маған неше түрлі аяқта болды енді. Ішінде кезекшілердің ішінде де жартысы болады, нормально енді. Қалғандар уже біткен адамдар. Сол маған тамақ жесінбейді, күнде келіп маған моральдық қысым жасап, психикалық әртүрлі жағдайлар жасап, қызметкерлер іште жүрген спецприемникте, ИВС-те. Сөйтіп мен жаңа 20 тәулік қамады, сосын мен айттым, шығарымды, прокурор шақырдым, сот бәрі өтті, сот процесстер, апелляция шағым түсірдім, апелляция шағымды, мен 15 тәулігімді бір аяқ асты, бір келді, сағат 4:30-да ма, түстен кейін келді, бір жақты болып, жаңағы заңсыз апелляция шағым, сіз әділет осындай қарапсыңдар, сосын шағым түсіріпсіздер, осы қараймыз деп, қараған кезде не істеп, просто қарап-да, осы қаулы өзгеріссіз қалады, осы үкім өзгеріссіз қалады деп дым істемей. Өтірік қой бәрі. Өтірік істеп жүрді. Өтірік судья спектакль болды. Судьялар бәрі. Спектакль болды. Сосын не керек? Сөйтіп жаңағы бәрін прокурор шақырып, прокурор басында келді, содан кейін келіп болмады. Бір апта 10 күнде келмеді. Соңында мен аштықты уже мен өзім қалай айтсам, ары қарай уже шығатын болғаннан кейін сосын ұстамай қалдым. Не керек, одан сайын денсаулық құртай беріп деген. Құртылған жоқ, бірақ енді болды, бір апта ұстадым.
сөйтіп 18 күні таңертең қайттан аштық та тоқтаттым. Сөйтіп не керек? Біздер сөйтіп мен 20 тәулік осылай былай айтқанда қызметкерлер бар ішінде, кезекшілер. Эльвира саған сәлем айтып жатыр. Кім ол Эльвира? Эльвира деген қыз. Бекзадина ма? Бекзадина. Саламат болсын. Саламат. Саламат. Нағыз күрескер батыр қыз ғой, қазақ. Сол сөйтіп қалай айтсам болады, мені сөйтіп сосын аштықты мен аштық болғаннан кейін барып тамақ ішіп бастадым. Бірақ сонда да тексеріс наз сәлем айтып жатыр. Айтып қойын. Тексеріс сөз бөлмеңдер. Тексеріс шығара береді, заңсыз. Мен шықпайын деп жатып алдым, шыққан жоқ вообще. Соңғы осы бүгін де шықшы дедім, мен шығайын ба, шықпайын ба десің ойладым. Құрсы шықпай ақ қойын дедім. Бір өзімнің бір жоспарым бар еді. Шыққан жоқпын, оны істеген жоқпын да. Шыққан жоқпын. Сосын тамақ берді. Әңгіме тамағы нормально енді. Болады енді. Ол жақта тамақ өлтірмейді ғой. Бірақ аз тоймайсың. Содан кейін кір сабын жоқ, аяқта вообще дым жоқ, біткен бір зат бар, самар бар, көк самар, Тоқаевтың көк тазигі бар. Сонымен кірімді жұмдым. Сосын қалай айтсам ба тағы не? Сол Деменовте заңсыз әрекет жасап, өзінше бастығы болып, зонаның режимін жасап, зонаның конкретно түрменің режимін жасап, конкретно блядский жүйе қылып жүрді. Боқтағанымша әйбетпен де, бірақ сонда эмоция зашкаливает конкретно. Айтқанда, сөйтіп, не керек, сөйтіп, өзінше Деменов Мерекенің ЭВС-тің бастығы, сол өзінше бастық болды, қолында Apple Watch, құлағында AirPods, сағат, iPhone, бұлай тұрып, басына кірген кезде, осы тәртіп, осында ішкі тәртіп, мен ішкі тәртібіңе бәріңе де қойғаным бар. Мен әкімшілік қамаққа заңсыз қамалдым ба, әкімшілік қамақ бойынша маған әрекет қарым-қатынас жасаңдар деп сөйтіп айтты. Сонда да тыңдаған жоқ. Сол үшін прокурор шақырып, аштық соңында, в общем, бәрі өтті, қырылып, айқай-шу. Анамын құтылғанда шүкір еткенше балалар. Іштегі балдар қайтып келмей ақ қой деп, іштегі балдарға рахмет, сау болсын. Жалпы темекі әкелмедім деді вообще, ешкім. Қақсы баяқты ұрып бар жолым ғой. Темекі тартпайды деді ғой. Тартпайды мен. Мен осы қалай айтсам болады жаңа. Кіргізбеген шығар деп ойладым ғой сіздер әдейі мені қысып жасап. Жоқ, мен кірдім, 3 күн кірдім, 3 күн. Су әкелдім мен. Әңгіме жоқ, Алла разы болсын. Сәрсен баяға су әкеліп. Мен нағашым болып кірдім, нағашым болып. Ас суымды әкеліп берді. Алла разы болсын. Сол кезде қазақ халқы мені қолдап жатыр деп, мені демеу, қолдау мықты болып, одан сайын мен шабыттандым. Іште мен еркін болдым. Мен ешқашан сен жалғыз емессің деп. Жалғыз мен бір Алла тағалам бар, және халқым бар. Солар мені әрқашанда қолдайды. Сол мен айтайын дегенім, сөйтіп 20 тәулік жаңа Деменов жаңағы өзінше бастық болып, баяғы Ресейдің участковыйлар бар ғой, бір ауылдың участковыйлары сияқты Деменов былай жүреді. Талтаңдап. Мен көрдім оны, мен көрдім. Орынбасары бар, Сары бойы қаласы. Сол Деменов деген. Деменов Мереке деген. Сосын қарны қампиған біреу шықты, сосын орынбасары. О да өзінше шық, анау маған кішкене прикол, маған қалай айтсам болады жаңағы боқтық сөздер айтып, в общем, андай терпилы, анау деп сондай сөздер айтады. Мен айттым, қазақ халқым үшін терпилы боламын, нақты айтқанда. Дұрыс. Сөйтіп айтсам, сосын ол келмей қалды вообще. Уже андай діңкесі құрғанша мазасы кетіп. Сөйтіп заңсыз қамақты осылай сотқа шағым бәрін түсіріп, бірақ анау 5 тәулікке де шағым түсірдім. Мен заңсыз қамаған, оған жауап келген жоқ, әлі болған жоқ сот. Онымен де берсе айналсам, бірақ кішкене енді мен айтайын деген мынау бәрі жүйе бар ғой, біткен жүйе. Біздің елімізде қазақ халқы бірігу керек. Іштегі балдар айта рахмет, солар темекісін беріп, өлтірген жоқ. Іштегі балдар отырған. Оларды бәрі жаңағы, ол да әкімшілік қамақпен, оларды қамап отыр, типа спецприемникте АқО арнайы қабылдау орында орын жоқ. Өтірік сондай желеумен, мен әдейі заңсыз қысым жасап, сол жақта отырғызды. Содан кейін заңсыз жаңағы спецприемниктің жаңағы қамамай, мына қамап, әдейі мені қысым жасап, одан сайын мені андай жазалағысы келді мені. Одан сайын жазалағысы келді. Мына жүйе, мынау Ақтау қалалық полиция басқармасы, Қасанов,
сосын жалпы ана ДВД бастығы Маңғыстауның полиция департаменті Аяғанов және оның орынбасарлары айтпақшы жаңағы мен басына қамалған төртінде мен ұсталған кезде мен жалпы 488-мен қамау көреді ғой мені, бірақ мені 667-мен қамады да. Шамасы мен ойлап тұрмын, енді маған дайындап қойып отыр 488-мен алдағы уақытта соны сөйтіп қалмайды деп, алдағы уақытта. Алдағы жаңағы митингтер болады, тағы бірдеңе болады деген, тағы мен бірдеңе шындықты айтып қоямын, онсыз да мен шындықты айтамын, қорықпаймын, қазақ халқымен біргемін. Мен жаңағы осы Сәрсенбай аға рахмет, Алла разы болсын, маған су әкеліп, соның өзі маған кәдімгідей демеу болып, мықты болып, қазақ халқы мені қолдады, қолдап жатыр деп маған күшті бір рух берді, шабыт берді маған. Сосын мен айтайын дегенім, жаңағы сот жаңағы бәрі заңсыз, әділетсіз. Тоқаевтың судьялары, судья Тоқаев, Назарбаев халық жауы, қанішерлер, ұлт сатқындары. Тоқаев пен Назарбаев. Сосын судьялар Қарабет, барлығы. Сатқындар ғой, сатқындар. Прокурорлар гестапо, полициялар НКВД, КМБ, КГБ, чекистер. В общем, біткен мына сатқындар, бәрі сатқын. Бірігіп мына саясатпен айналыспасақ, мына жүйені өзгертпесек, біз құримыз. Ең болмағанда өздері ойламасаңдар, бала шағаларында ойлаңдар. Түсініп отырсыңдар ма? Бала шағаларында, келер ұрпақты ойлаңдар. Мынау Тоқаев, Назарбаев деген бізді, Тоқаев деген Ресейдің құрамына бізді тыққысы келіп жатыр, құрамына қосқысы келіп жатыр. Мен вообще хабар жоқ. Газ, мысалы, газ 50, газ қымбаттап жатыр. Газ кезек Ақтауда, мысалы, қиын жағдай, қымбатшылық, халық безіп кетті, босып кетті. Бірігіп, амал әрекет жасап, біздер мына саясатпен айналысып, араласып, жауаптылықты алайық, жауапкершілікті болайық, ағайындар, қазақтар. Бір болайық, аузымыз бір болсын, сол кезде бізді жау алмайды, сол кезде біз жеңеміз. Дұрыс айтасыз. Жалпы тағы көп зат айтуға айтқым келіп жатыр еді, көп зат ұмытып жатыр. Басында мені жалпы спецприемникте шығару керек, бірақ қорқып мына жақтан шығарды. Мынау жүйе, Назарбаев Тоқаевтың жүйесі, мынау қорқақ, мынау құлдық жүйе, мынау диктаторлық советтік жүйе. Біздің мына Ақтауда түрме жоқ, зона жоқ, бірақ мынау уақытша ұстау изоляторы, ИВС, сосын СИЗО, түрме қылып тастады, түрменің режимі, зонаның режимін қатал қылып одан сайын. Сол айтайын дегенім, бұл баяғы мынау жүйе бар ғой, Қазақстандағы түрмелер, қазақ бауырларымыз, саяси тұтқындар, басқа да қаңтарда шыққандар, бәрі заңсыз сотталғандар, тағы да әділетсіз сотталғандар да бар, қаншама жігіттер. Олардың бәрі қинап құл қылғысы келіп жатыр. Құл болмаңдар қазақта, еркін болыңдар. Бұлар деген біздерді құл қылып, еңкейтіп, тоңқайтқысы келіп жатыр. Конкретно, соны естерін жеңіңдер, айтыңдар, соны ойларыңды айтыңдар, шындықты айтыңдар, қорықпаңдар ештеңеден. Бұл қорқақ, әлсіз жүйе. Мен сізге айтайын, сосын мынау түрмелер бәрі Қазақстандағы барлық зона, түзету мекемелер, зоналары, түрмелер барлығы мынау баяғы советский, мынау ГУЛАГ жүйесімен келатқан сол жүйе, баяғы. Қазақ халықты одан сайын құл қылып, бағынышты қылып, бір зомби қылып, сондай топас қылып, одан сайын сондай қылу. Ешкім сақтанбаған біздің Қазақстанда түрмеден сотталған. Біздің бәріміз қазақ халқы сотталып кеттік біздер уже баяғыда. Біздер бәріміз сотталушымыз. Қорықпаңдар сол үшін. Біздер просто не ғой, бесконвойный арестантпыз, бесконвойный зәкпіз біздер. Мынау бәрі үлкен түрме, Тоқаев үлкен түрме қылып жатыр. Біздер солтүстік Корея қалайын деп жатыр. Дұрыс айтасың, дұрыс. Сол үшін қазақ халқы мына жүйемен қарсы күресуіміз керекпіз. Бірігейік, күш бірлікте ағайындар. Конкретно Ағаділ, Дулат Ағаділ баласын өлтірсат мына жүйе. Ару Атабекті өлтірсат, Заманбек Нұрқаділов, тағы кім, Алтынбек Сәрсенбайұлы, Мұстафа Өзтүрік, Айдос Садықовты да өлтірді. Бұл билік, заңсыз билік. Тоқаев заңсыз сайланбаған, ол анау ұры, үлкен ұры Назарбаев, нағыз шал, сол орнына қойып кетті. Сол заңсыз сайланған жоқ. Ешқашанда ұмытыңдар, сенбеңдер бұл жүйеге, алданбаңдар. Қазақ халқы бір болайық. Сол айтайын деген біздің бауырларымызды өлтірді, ағаларымызды өлтірді мысалға. Содан кейін мен айтайын деген жалпы мына 2022-те Тоқаев заңсыз бұйрық берді қазақ халқын атуға. Сосын заңсыз шетел әскерін кіргізді. Ресейден Путиннен көмек сұрап, соның арқасында билікте қалды. Қарап отқандар репост жасап жүрінде. Соның арқасында билікте қалды. Атақ біз жеңіп тұр едік қазақ халқы. Бірақ та әлі де кеш емес.
бірігейік, күш бірлікте. Иә, біздер жеңеміз, қазақ халқы әрқашанда мықты, қазақтың рухы ешқашанда өлмейді. Иә, қазақтың рухы мәңгі тірі. Иә, біздердің арқамызда, иә, белсенділер, мына қазақ халқы көз ашып көкірек арқасында біздер бір болайық. Біздер жеңеміз қазақ халқы. Рахмет. Біздер мықтымыз. Иә, әлсіз болмаңдар. Мына жүйе әлсіз. Мына қорқақ жүйе. Мені осылай мына жақтан эгоистен шығарып жатыр. Қорқақ. Түсініп отырсыңдар ма? Біткен. Тоқай Назарбаев қорқып жатыр. Чемодан настроение қашуға дайын отыр Ресейге. Бұйырса Украина жеңеді, Ресейге құлай, Ресей жеңіледі. Ресей құлап, Путин режимі құлайды. Сол кезде қазақ халқы қазір жалпы жақсы негізі оңтайлы сәт туып тұр негізінде. Қазір Ресей таяқ жеп жатыр Украинадан. Украина жеңіп жатыр. Сол кезде біздер қазір Тоқаев Назарбаев қазақ халқымен бірге қалды. Енді атпайды. Енді түсініп отырсыңдар қазақ халқы енді атпайды, қорықпаңдар. Мына біздің мына менттер дейміз енді қазақтың балалары ғой, қазақтың жігіттері. Біздің қалай айтсам бір жағынан бауырлар ғой енді. Әскерде де мына менттер, жалпы полиция, олар да бәрі құлдар, мына жүйенің бұйрықты орындайды. Бір амалсыздан сөйтіп бұйрықты орындап жүр. Бір кейбіреулер мынандай жақсы көріп істейді, бізді ұстайды, белсенділері халықты. Бірақ айтайын дегенім, қазақ халқы көп болып шыққан кезде әскерде, менттерде халықпен бірге болады, қосылады. Олар да шаршаған бұл жүйеден. Мен сендерге айтарым, таза ақиқат. Бұл біз әлі тоқтамаймыз. Мен кішкене енді 20 тәулік аяқта кішкене қырылып, анау белім кішкене кетіп қалды. Денсаулық сыр беріп жатыр, соған емделемін. Тағы да шаруаларым бар. Содан кейін жалпы осы жердемін. Жалпы қазақ халқы сізбен біргемін. Жалпы айтайын дегенім, қазақ халқы біз бір болсақ, ала алмайды, қамал болмайды. Біз жеңеміз. Кешіресіз, ұзақ сөйлеп кеткенмен сондай болады. TikTok барлығы ағайындар, бәрін қараңдар. Мен айтайын дегенім, енді аталмайды. Енді 143 адам қарап отыр. Путин енді ешқашан енді Путиннен көмек сұра алмайды, Путин көмектесе алмайды енді Тоқаевқа, Назарбаевқа. Қазір біздер өздерімен өздері қалды. Сол үшін мына қалай айтсам болады, министрлік, ішкі істер министрлігі, ішкі істер министрлігі, іш киімді тексеретін барлығы маған әртүрлі подставить етіп, әртүрлі жағдайлар жасауы мүмкін, бірақ сонда да біліңдер, мен қазақ халқы үшін, қазақ халқымен біргемін, қазақ халқы үшін, қазақ халқымен әрқашанда бірге боламыз. Біз жан-жақтамыз. Біздер қазақ халқы, қазақтар, қарапайым қазақтар, біздер соларға конкретно машинасын жуып беріп жатыр, жаңағы не істеп жатыр, жаңағы официант болып жұмыс істеп жүр. Олар мына жақта көрсін, мына жақта отырса TikTokта, тікелей эфирде, стримде. Біздер көппіз, біз миллионбыз. Тоқаев кет, Назарбаев кет, шал кет, шалдар кетің. Парламент, республика, демократиялық жүйе. Ағаділ кеткенмен әділет келді. Ассаламағалейкум, қазақ елі. Ал, сіңе сәттілік. Ал. Айтқаның келсін, ал. Күрес жалғасуда. Ал, кет. Ал, жігіттер, қыздар, міне әділет. Бәрі қарап отыр. 100 неше адам. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Алға қазақ елі, алға қазақтар. Бер қарай бұра қош, мұнан бер қарай бұра қош, жаңағы әр жағынан көрсетіп тұр. Былай көрсетті. Сумка, тапшкамен, күн жылы. Күн жылы, күн жылы. Ақтауда күн жылы. Алға қазақтар, алға қазақ елі. Украина. Украинаға жеңіс. Украинаға жеңіс. Алға қазақ елі. Біздер жеңеміз. Бәрі қарап отыр. Бәрі қарап отыр. Қарасын. Бөліссін. Ал, жігіттер, қыздар, міне, әділетті қолдаңдар, репост жасаңдар. Көбірек репост жасаңдар. Су бар ма? Ал, су бар еді ғой жаңа, қайдет су? Су бар еді ғой. Қарындас кетті. Кім? Ой, аманшылық. Бірақ айтайын дегенім, Айттың. 20 тәулік болсын, 25 тәулік болсын, мен қалай айтсам болады жаңағы, маған бәрі бір. Мен айтайын дегенім, рухымды сындыра алмады. Рухымды сындыра алмады, ешқашанда сындыра алмайды. Қазақ халқының рухы сынбайды ешқашанда. Мен айтайын дегенім, тағы бір рет жаңағы Тоқаевқа арнап, бұрын Жәңгір хан деген, Жәңгір ханға Махамбет Өтемісұлы арнап еді өлеңді, осы хан туралы. Ал мен сол кезде мен өзім айтарым, президент емессің,
шибөрісің, қасалбасты басқырсың. Достарың келіп табалап, дұшпаның келіп бас құрсын. Президент емессің, лаңсың. Жоқ, шұбар құйрық жылансың. Президент емессің, аяңсың, айыр құйрық шаяnsың. Мен сен айтарым, Тоқаев. Бұл Ақтаудан, есімі Әділет. Сосын айтарым тағы да. Күнде жасып жүргенше, қара көзде жас кепсін. Тізерлеп өмір сүргенше, қанжығада бас кетсін. Қазақ халқым. Біз сендермен біргеміз. Тағы бір айтайын, есіме түсіп отыр. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес маған дарғасқаны атқаны, маған қиын осылардың ішінен өзімнің ауылының иттері үріп қапқаны. Солай ағайындар. Рахмет саған. Рахмет сендерге. Рахмет. Аман бірге болайық. Ассалаумағалейкум бәріне. Қайсы машина бар ма? Жоқ там.